Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі жылдам дайындалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керегі 3 жұмыртқа. Жұмыртқаларымызды ыдысымызға жарып, құйып алатын боламыз. Оның үстінен қантымызды салып, барлығы жақсылап әппақ болып көпіргенге дейін осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Қыздар, күн сайын менің каналымда шығып отыратын жаңа рецептерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан бұдан да басқа түрлі рецептерді таба аласыздар. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, оны да біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді үстіне сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп, үстіне қопсықышымызды салып, ыдысымызды араластырып аламыз, және де оны осы массамыздың үстіне құйып, біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Осылай араластыру барысында духовкамызды алдын ала қыздырып дайындайтын боламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін массамызды формамызға құйып, 180 градуста 30-35 минут қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді, әрі жасалу жолы да өте оңай, құрамы да өте жеңіл. Сіздермен болған жан сая, келесі кездескенше.